Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, тез дайындалатын цезарь салатының рецебімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Айсберг капустасын видеодағында етіп турап аламыз. Тауық етін 15-20 минутқа суға салып қайнатып алдым. Видеодағындай қылып турасаңыздар да, өз қалауларыңызша турасаңыздар да болады. Одан кейін черриді ортасынан бөліп саламыз. Салатымызға сухаримізді қосып, майонезімізді салып жақсылап барлығын бірге араластырамыз. Салатымызды тарелкаларға салып, жұмыртқамызды 4-5 бөлікке бөліп, салатымыздың бетіне қоямыз. Одан кейін сырымызды теркадан өткізіп, немесе ұзын-ұзын бөліктерге бөліп, салатымыздың бетін әрлейміз. Салатымыз тез арада дайын болды. Ұялмай дастархандарыңызға қойсаңыздар болады.